елу ертегі және 70 жұмбақ. Әуезханның 40 ұлы. Әуезхан деген хан болыпты. Ханның 40 баласы бар екен. Осы балаларыма бір жерден қалың берсем екен деп ойлайды екен. Бірнеше жылдар өткеннен кейін хан бір байдың 40 қызы бар деп естиді. Соған қалың малына сөйлесіп, құда түсіп келуге кісі жіберіпті. Ол байға барып: "Бізді хан жіберді, балаларына сіздің қыздарыңызды айттырғысы келеді", дейді. Сонда бай: "Қыздарыма қалың мал алмаймын. Менің үйімнің өздерінің үйіне шейін тұп-тура жол болсын. Жолдың екі жағына бау, оның түбінен су шығып, бұлбұлдар сайрап тұратын болсын. Және осы айтқандарымды бір жылда бітірсін", дейді. Бұл сөзін кісілері ханға айтып келіпті. Хан мұны мақұл көріп, 40 баласын шақырып алып, ең кенжесін алып қалып, 39 баласын бірнеше нөкерімен әлгі жұмысты бітіріп келуге жіберіпті. Балалары бірнеше ай жүріп бітіре алмай келеді. Онан кейін үйде қалған кенже баласы: "Әке, мені жібер, мен бітіріп келейін", дейді. Әкесі: "Қой балам, 39 ағаң бітіре алмағанда сен қайдан бітірейін деп едің", дейді. "Жоқ, барамын" деген соң әкесі баласын жібереді. Баласы үйінен жолдас ертпестен бір ұзын жолмен келе жатса, бір аппақ киімді ақсақалды адамға ұшырайды да оған сәлем береді. Шал сәлемін алады. "Қарағым, қайда барасың?" деп сұраса, бала баяғы тілектерін бәрін шалға аян етеді. "Балам, мен тілегіңді берейін, көзіңді жұм", дейді. Бала көзін жұмады. Бір уақытта: "Көзіңді аш", дейді шал. Көзін ашып жіберсе, баяғы тілегінің бәрі қабыл болып қалады. "Балам, үйіңе барған соң қайныңа барма, ағаларың барсын. Ағаларың барып бірнеше ай жатып қайтар. Қайтарында қатты боран болады. Сонда жолда бір әдемі аппақ там тұрады. Ол тамға ағаларың бармасын", депті де ғайып болып ұшып кетіпті. Бала үйіне келіпті. "Ағалар, не қылдың?" дейді. "Бітірдім" деп жауап береді. Онан кейін хан кіші баласын алып қалып, 39 баласын қайнына жіберіпті. Кенже баласы ағаларына бағанағы шалдың айтқанын айтып жіберіпті. Ағалары қайнына барады. Барғаннан кейін бірнеше ай жатып, қалыңдықтарын алып, керней сырнайларын тартып келе жатса, баяғы ғажап шалдың айтқанындай үлкен боран болады. Жолда айналасында ағаштар жайнап тұрған аппақ там. Баяғы кірме деген сөз естерінде. Алдыңғылары кірместен көшті бастап жүре береді. Артқа келе жатқан адамдары білместен шауып барып аттарын байлап кіріп кете береді. Алдыңғылары оларды көріп шауып келіп тағы кіреді. Кіріп қараса, бір айдаһар ысқырып: "Бәріңді жұтайын ба? Жоқ болмаса үйлеріңіздегі күшіңізді әкеліп бересіңдер ме?" дейді. "Ойбай, әкеліп берейік", деп уәде беріп жүріп кетеді. Бұлар жүре тұрсын. Үйде қалған інісі ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде баяғы ағаларының әкеліп береміз деп уәде қылған сөзін сезеді. Тұра келіп жаман киім киіп алып, үйден шығып қолына таяқ алып келе жатса, баяғы ағалары кетіп бара жатыр екен. Олардың бұл баламен ісі болмайды. Бұл бала айдаһарға өзі келеді. Келсе: "Балам, арқама мін", дейді. Бала айдаһардың арқасына мінеді. Мінген соң: "Көзіңді жұм", дейді айдаһар. Бала көзін жұмады. Жерден бір шетіне қарай бірнеше уақыт ұшады. Айдаһар: "Көзіңді аш, көзіңе не көрінеді?" дейді. "Анау жерде бір ұзын ағаш тұр, ол ағаштың басында бір қыз отыр", дейді. "Ендеше түс". Бала түседі. "Сол қызды әкеліп берсең, мен сені жұтпаймын, болмаса жұтамын". "Болады", деп жүріп келе жатса, бір түлкінің патшасының аяғы сынып жатыр екен. "Мен аяғыңа ем қылайын ба?" "Ем қыл". Бала сынығын орнына салып, байлап сипап жіберген екен, түлкінің аяғы жазылып кетіпті. Сонда түлкі: "Мына жүнімді ал. Мен қай жерде керек болсам, жүнімнің бір талын тұтатып жіберсең, дайын боламын", дейді. Онан шығып келе жатса, бір құмырсқаның патшасы жаралы болып жатыр екен. Сонда бала: "Мен жараңа ем қылайын ба?" дейді. Құмырсқа: "Болады, ем қыл", дейді. Бала сүф деп жіберген екен, жазылып кетіпті. Ол да бір
тас беріпті. Қай жерде керек қылсаң, мына тасты отқа сал, сонда мен дайын боламын дейді. Онан соң бала қызға келіпті. Қыздың қасында 40 дәу ұйықтап жатыр екен. Қыз: «Қай жақтан келе жатқан қандай адамсың? Бұрын бұл жерге адам келіп көрген жоқ еді» дейді. «Мен ханның баласы едім. Әкеміз түсінде сізді көріп ғашық болып іздеп тауып кел деп мені жіберіп еді. Мен бірнеше жыл кезіп жүріп сізге кездесіп отырмын» дейді. Қыз ойланып отырып: «Мен саған ерейін, бірақ 2 мақсатым бар. Соны бітірсең барамын, болмаса бармаймын» дейді. «Мақсатыңды айтып бітірейін» дейді. «Мына 2 түлкімді кешке дейін жаяу қуып ұстап бер, және мына 1 қап бидайды құмға сеуіп жіберемін, бір дәнін кем қылмастан теріп бересің» дейді. Бала құп болады. Қыз 2 түлкіні жіберіпті, бидайды құмға шашыпты. Баяғы түлкі патшасының жүнін тұтатып жіберген екен, түлкінің патшасы дайын болыпты. «Анау 2 түлкіні ұстап бер» дейді түлкіге. Ол ұстап беріпті. Сосын баяғы құмырсқаның патшасының берген тасын отқа салған екен, ол да даяр болыпты. «Мына бидайдың бір дәнін кем қылмастан жинап бер» дейді құмырсқаға. Ол құмырсқаларын жинап алып, бидайдың бір дәнін қалдырмай жинатыпты. Бала әкеліп береді. Бала әкеліп қызға береді. «Жарайсың, енді сенемін». Бала қызы ертіп әкеле жатыр. Бірнеше күн өткеннен кейін бала қызға: «Мен сені алдап әкеле жатырмын» дейді. Баяғы істерін бастан аяқ баян етеді. Сонда қыз: «Мен де біліп келе жатырмын, бірақ оған бір амал қылайық» дейді. Сонда бала: «Оған не амал бар?» дейді. Қыз: «Сен оған менен бұрын 1 күн осып кет, сонан соң үйіне бар. Барған соң Айдаһар қызды әкелдің бе дер. Сол кезде сен қыз түстік жерде келе жатыр дерсің. Сол уақытта Айдаһар далаға шығып ысқырады. Сол кезде сен сандығындағы 2 кептердің басын жұлып алсаң, Айдаһар өліп қалады». Бала Айдаһарға келеді. Келген соң Айдаһар: «Әкелдің бе қызды?» дейді. «Қызың түстік жерде келе жатыр» дейді. Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде бала барып кептерлердің басын жұлып тастап далаға шыға келсе, Айдаһар өліп жатыр екен. Бала сұлу қызды алып мұратына жетіпті. Ал балалар, енді сендерге жұмбақ. Жылт-жылт еткен жырадан өткен. Жауабын комментарияға қалдырып кет.